Осы сноубордты 5 істеп бітірсеңіз, сізге 10 мың теңге береміз. 5 істеп? Иә. Мынаны? Қалай істеймін? Кәне жек қою керексіз ғой 5 істеп. Қалай? Ойнап айтамын, бізде сноуборд бента торты бар. Мен осындай кішкентай бента торт, осыны 5 істеп жеп қойсаңыз, сізге 10 мың теңге. Үйде болса жейтін едім мен. 5 істеу деген определенный уақыт беріле ме? Сізге 5 кусок емес, 5 минут береміз. 5 минут? Иә. 5 минут вообще қиын ғой. Қазір Лаура 5 минутта тортты жеп үлгерсе, 10 мың теңге оныкі. 1, 2, 3. Бастаймыз. 5 минут уақытта жеп үлгеремін. Оппа, кетті. Слишком тәтті ғой. Шай ішіңіз. Жеп тапсамаймын. Неге тісіңіз ауырады ма? Жүрегім айнып кетті уже. 1 минут өтті. 4 минут бар. Мә достар 5 минутта тапсамаймын мен. 3 минут қалды. Мә үлгермеймін. 1 минут бар. Үлгермеймін. Бітті ма? Бітті. Лаура торттың 60%-ын примерно жеді, 40%-ы қалды. Біз сеніп едік, сенімімізді ақтамады. Слишком тәтті. Но күшті дәмі. Слишком тәтті тез жеуге. Туристің сноубордтары қалай? Күшті шығар. Тоже тәтті десең. Жұмыста кешігіп жатыр. Конкурстан ұта алмады, тортты тауыса алмады. Осы видео 1 миллион просмотр жинаса, біз сізді Шымбұлаққа барып сноуборд тепкіземіз. Хорошо. Go туристің атынан уәде. Рахмет. Достар, мен неше қасық торт жедім, комментарийге жазып кетіңіздер. Болды, осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазып, сосын бізге тіркеліп қойыңыздар.